Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы сіздердің назарларыңызға библиографиялық әліппе жобасының аясындағы библиография құпиялар әлемі бейнеролигін ұсынады. Бүгінгі сабағымызда біз сіздерге библиография дегеніміз не, оның кітапхана саласында атқаратын қызметі қандай, осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Библиография сөзі ең алғашқы рет ежелгі Грецияда пайда бола бастады. Ол екі сөзден шыққан. Библион – кітап, графо – жазамын деген мағынаны білдіреді. Библиография баспа өнімдер жөнінде ақпараттық мағлұмат беріп, оларды жүйелі насихаттайтын ғылыми практикалық қызметтің бір саласы. Библиография бәріне және барлық істе қажет. Айталық, сіз қандай да бір ғылыми жұмыс басталық дедіге, ол жұмысты библиографиясыз елестету мүмкін емес. Кез келген жұмыс, жаңалық, мейлі ол кішкентай болсын, үлкен болсын, әдебиетті мұқият зерттеуден басталады. Және оны библиографияның көмегінсіз шешу мүмкін емес. Жалпы, библиография сөзін қарапайым тілмен айтқан кезде, керекті ақпаратты қайдан іздеу керек, қалай табу керек, өміріне қайтып пайдалану керек деген сұраққа жауап береді.